Сәлем достар, жай бөлшектің негізгі қасиеті деген тақырыптағы есептерді қарастырамыз. 287-де 32-ші суретте бізде 36 бөлікке бөлінген. Бірінші сол 36 бөлікке бөлінсе неше бөлігі боялған дейді. Бізде санасақ 8, 16, барлығы 20 екен. Екінші 18 бөлікке бөлінсе, демек бізде осы 36-тан 20-ны қысқартып 18-ге келтіруіміз керек бөлімін. Бізде қандай жағдайда 18 шығады? 36-ны 2-ге бөлсек 18 шығады, 20-ны 2-ге бөлсек сол кезде боялған бөлігі 10-ға тең екен. Үшінші бізде 9 бөлікке бөлінсе, осы 36-дан 20-ны біз 9-дан келтіруіміз керек, бөлімі 9-ға. 36-ны 4-ге бөлсек 9, демек 20-ны 4-ге бөлсек алымы 5-ке тең болады. 5 бөлігі боялған. 288-ші есепте бізде теңдіктің дұрыстығын анықтауымыз керек. Біріншісінде тоқтауыш көбейтіміз 3-ке тең, сонда алымында бөлімінде 3-ке көбейтеміз деген сөз. Алымында 3, бөлімінде сонда 15 болады. Екіншісінде бізде тоқтауыш көбейткішіміз 2-ге тең. 7 көбейтілген 2, 4 көбейтілген 2 деп жазамыз. Тең, алымында сонда 8 шығады, бөлімінде 14 шығады. Үшіншісінде толықтауыш көбейткішіміз 4-ке тең. Демек, алымында бөлімінде 4-ке көбейтіп жазып аламыз. Жүзді 4-ке көбейтсек алымында 400, ал бөліміне 122-ні 4-ке көбейтсек 488 шығады. Үшеуі де дұрыс екен. Енді теңдігі дұрыс па дейді 289-да. Біріншісінде қысқартуымыз керек. 10 мен 6 бізде 2-ге қысқартылады. Қысқарту дегеніміз алымында бөлімінде бірдей санға бөлу деген сөз. Ең үлкен ортақ бөлгішіне бөлеміз деген сөз. Екіншісінде бізде 28-ден 7 тең 4-тен 1-ге дейді. Алымы 7 жайсан, сонда 7-ге бөлеміз. 7-ге қысқартқанда алымы 1, бөлімі 4 шығады. Үшіншісі бізде 100-ден 5, 100-ден 15 тең 20-дан 3. 15 пен 100 5-ке қысқартылады. Алымын қысқартқанда 3, бөлімін қысқартқанда 20. Төртіншісі 500-ден 200, 100-ге қысқартамыз. Бұл қысқартудан алымында 2 болады, бөлімінде 5 болады. Сонда барлық есеп дұрыс екен. 290-ші есепте бізде тең бөлшектерді табыңдар. 9-дан 2 мен 27-ден 6 тең. Себебі 9-дан 2-ге 3 деген толықтауыш көбейткіш берсек, 27-ден 6 шығады. Бізде енді 11-ден 3 пен 55-ден 15 тең. 11-ден 3-ке толықтауыш көбейткіш 5-ті берсек, 55-ден 15 шығады. Осындай 2 жай бөлшектер тең болады. 291-ші есеп. Барлық бөлімін 30-ға келтіруіміз керек. Бірінші 3-тен 1-ден бастайық. Толықтауыш көбейткішіміз бізде сонда 10 болады. Алымын көбейтсек 10, бөлімін көбейтсек 30. Ары қарай екінші бөлшегіміз 3-тен 2. Бөлімі 3 болған соң, болғанда 10-нан береміз. Алымы сонда 20, бөлімі 30 болады. 30-дан 20 шықты. Енді 5-тен 1-ді келтірейік. 5-ті бізде 6-ға көбейтсем 30 шығады. Сонда алымы 6, бөлімі 30 болады. 5-тен 2-ні келтірейік. 6-дан береміз. Алымын көбейтсек 12, бөлімін көбейтсек 30 шығады. 5-тен 4-ті келтіреміз. 6-дан береміз. 30 шығу үшін. Сонда 30-дан 24 шығады.
Енді бізде 6-дан 1 жай бөлшегі. Бөлімі 6, сондықтан 30-ды 6-ға бөліп, тоғытауыш көйткішін табуға болады 5, алымы 5, бөлімі 30 болады сонда. Келесі 6-дан 5, тоғытауыш көйткішіміз бізде сонда 5 болады, алымы 25-ке тең, бөлімі 30-ға тең болады. 10-нан 1, 30-дан 10-ға бөлсек, сонда 3-тен береміз. Алымы 9 болады. 30-дан 9 жай бөлшегі шығады. 10-нан 7, алымы 21 болады. 10-нан 9, дәл солай 3-тен береміз. 3 жерде 9-ым, алымы 27-ге тең болады сонда. Барлық бөлшектің бөлімін 30-ға келтірдік. 292-ші есепте бір сабақ 1 сағаттың қандай бөлігін құрайды дейді. Жай бөлшекпен жазуымыз керек. 1 сағат 60 минут, ал бізде 1 сағатымыз 45 минут болады. Екеуі қысқартылады. Ең үлкен ортақ бөлгішіне қысқартамыз. 45 пен 60-тың. Ең үлкен ортақ бөлгіші 15-ке тең. Демек 15-ке қысқартамыз. Алымы 3-ке, бөлімі 4-ке тең болады. Сонда бізде 4-тен 3 жай бөлшегі шығады. 293-ші есепте ай кібісе толық жылдың қандай бөлігін құрайды? Маусым айы. Кібісе жыл дегеніміз 366 күнді құрайды, ал маусым айы 30 күнді құрайды. Қысқартылады. 30 бен 366-ның ең үлкен ортақ бөлгіші бізде 6 болады. Демек, алымында бөлімде 6-ға бөлеміз. 30-ды 6-ға бөлсек 5, 366 6-ға бөлсек 61. Сонда 61-ден 5 бөлігі болады екен. 294-ші есепте жай бөлшекті қысқартыңдар. Біріншісінде 6-дан 2, 2-ке бөлінеді. Сонда 3-тен 1 жай бөлшегі шығады. Ары қарай бізде 9-дан 3, 9 бен 3 бізде 3-ке қысқартылады. Қысқартқанда алымында 1, бөлімінде 3 шығады. Келесі 12-ден 4 жай бөлшегі. 12 бізде 4-ке бөлінеді, демек 4-ке қысқартамыз. Алымы 1, бөлімі 3 болады сонда. Енді 25-тен 5. 25 5-ке бөлінеді, демек бізде алымы 1-ге тең, бөлімі 5-ке тең болады. 48-ден 6. 48 6-ға бөлінеді, демек 6-ға бөлеміз. Қысқартқанда алымына 1 қалады, бөлімінде 8 қалады. Сонда 8-ден 1 жай бөлшегі шығады. 90-нан 10. Екеуі де 10-ға бөлінеді. Алымына 1, бөліміне 9. Ары қарай екінші есебі 14-тен 6. 2 санды біз 2-ге қысқартамыз. 6-ны қысқартқанда 3, 14-ті қысқартқанда 7. 7-ден 3 жай бөлшегі шығады сонда. 22-ден 10. 22 мен 10-да 2-ге қысқартылады. 10-ды қысқартсақ алымына 5, бөліміне 11 түседі. Ары қарай 14-тен 12. 12 мен 14 2-ге қысқартылады. 12-ні қысқартқанда 6, 14-ті қысқартқанда 7-ден 6 бөлшегі шығады. 16-дан 14. 2-ге қысқартамыз. Алымына 7, сонда бөліміне 8 түседі. 5-ші жай бөлшегіміз 28-ден 18. 2-ге қысқартылады. 18 қысқартқанда алымына 9, 28 қысқартқанда бөліміне 14-ті жазамыз.
Ең соңғы жай бөлшек 26-дан 20 2-ге қысқартылады. 20-ны қысқартқанда алымына 10, 26-ны қысқартқанда бөліміне 13 түседі. 295 есепте жай бөлшекті қысқартуымыз керек. Бірінші есебінде 9-дан 6, 9 бен 6 бізде 3 санына қысқартылады. 6-ны 3-ке бөлгенде 2, 9 3-ке бөлгенде 3, 3-тен 2 жай бөлшегі шығады. Ары қарай бізде 15-тен 12 3 санына қысқартылады. 12-ні қысқартқанда алымына 4, бөліміне 5. Сонда 5-тен 4 жай бөлшегі шығады. Үшінші жай бөлшегіміз 21-ден 18 3-ке қысқартылады. 18-ді қысқартқанда алымына 6, 21-ді қысқартқанда бөліміне 7-ні жазамыз. 33-тен 30 3-ке қысқартамыз. 30-ды 3-ке қысқартқанда 10, 33-ді қысқартқанда 11. Сонда 11-ден 10 жай бөлшегі шығады. Бесінші жай бөлшек 27-ден 24 3-ке қысқартамыз. 24-ті қысқартсақ 8, 27-ні қысқартсақ 9. 9-дан 8 жай бөлшегі шығады. Ең соңғы бөлшек 39-дан 36 3-ке қысқартамыз. 36-ны 3-ке қысқартқанда бізде 12, ал 39-ды 3-ке қысқартқанда 13 болады. Сонда 13-тен 12 жай бөлшегі шығады. Келесі бізде екінші есепті қарастырамыз. 15-тен 5 бізде 5 жай бөлшек болғаннан кейін екеуін 5-ке қысқартамыз. 5-ті 5-ке қысқартсақ 1, 15-ті 5-ке қысқартсақ 3, сонда 3-тен 1 жай бөлшегі шығады. Екінші жай бөлшек 35-тен 10 5-ке қысқартылады. 10-ды қысқартқанда алымына 2-ні түсіреміз. 35-ті қысқартқанда бөліміне 7-ні түсіреміз. 18-ден 16 6-ға қысқартылады. 6-ны қысқартқанда 1, 18-ді қысқартқанда 3. 3-тен 1 жай бөлшегі шығады. 49-дан 14 екеуі 7-ге қысқартылады. Қысқарту дегеніміз 7-ге бөлу деген сөз. 14-ті 2, 49-да 7 болады. Сонда 7-ден 2 жай бөлшегі шығады. 40-тан 16 5-ші жай бөлшегіміз, екеуі 8-ге бөлінеді. Демек 8-ге қысқартамыз. Алымына 2, бөліміне 5 түседі сонда. Ең соңғы бөлшегіміз 200-ден 100. Екеуінде де 2 нөл бар, демек 100-ге бөлінеді. 100-ді 100-ге қысқартсақ 1 алымына, 200-ді қысқартсақ бөліміне 2 түседі. Достар, видеоны лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.